Сәлем достар. Бүгін біз менің анашымның рецептісі бойынша голубцы әзірлейміз. Ең алдымен 2 ыдысқа су құйып отқа қоямыз. Қырыққабаттың аяқшасын ойып алып тастаймыз. Тағамға қосылатын көкөністерді майдалап тураймыз. Жуанның бір данасын 2-ге бөліп осылай майдалап тураймыз. Қалған жуанны майдалап тураймыз. Кішірек кастрөлдегі су қайнады. Енді күрішімізді целлофанға салып, аузын байлап, целлофанды майдалап пышақтың ұшымен тесеміз. Және кастрөлге салып 15 минут пісіреміз. Күрішті осылай целлофанға пісірген кезде ол өте құрғақ және шашылмай піседі. Сәбізімізді корейский үккіштен өткіземіз. Қызанақты майдалап тураймыз. Үлкен ыдысымыздағы су қайнады. Енді бұл ыдысқа қырыққабатымызды салып бетін жауып қоямыз. Табамызға май құйып оны ысытамыз. Жуамызды салып қуырамыз. Күрішті кастрөлден аламыз. Жуанның үстінен сәбізді салып қуырамыз. Қызанақты салып қуырамыз. Енді қырыққабатымызды судан шығарып, жапырақтарын біртіндеп ашамыз. Жапырақтарын бәрін қайтадан ыстық суға салып, бетін жауып қоямыз. Салмамызды әзірлейміз. Ол үшін тартылған етімізге жартылай қайнатылған күрішімізді қосамыз және алдын ала қуырылған қоспамызды қосып, тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз.
Қырыққабаттың жапырағына салмамызды салып, голубцы жасаймыз. Қазанға май құямыз. Жуаны қуырамыз. Сәбізді саламыз. Болгар бұрышын қосамыз. Томат пастасын қосамыз. Қуырманың үстіне голубцыларымызды салып, су құямыз. Және тұздап, бетін жауып, 45 минут бұқтырамыз. Мінеки достар, бізде өте дәмді голубцы шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.